Нутрициологтар дәл осы салатты күнделікті рационға қосуды ұсынады. Яғни денсаулыққа пайдалы ішек құрылысын қалпына келтіретін ашытылған қырыққабат, яғни капуста салатын дайындаймыз. Дайындау жолы соншалықты қиын емес, бар болғаны 2-3 күнде дайын болады. Ең алдымен кез келген ашытылған капуста дайындау үшін қабығы қалың капуста алған жөн. Зақымдалған бетін алып тастап, толыққанды жақсылап 2-3 қайтара жуып аламыз. Содан соң капустамызды 4 бөлікке бөліп, ұсақтап тураймыз, немесе арнайы теркадан өткіземіз. Менде осындай капустаға арналған терка, әрі біркелкі жұқа болып шығады. Келесі кезекте сәбізді теркадан өткізіп, немесе соломка етіп турап алсаңыз да болады. Туралған көкөністерді үлкен ыдысқа салып, араластырып, әзірге бір шетке қоя тұрамыз. Бөлек үлкенде ыдысқа су құйып, қалауыңызша тұз, алма сірке суы, яғни уксусты, сұйық майды және лавр жапырағын қосып қайнатып аламыз. Қайнаған бойда оттан алып, капустаның үстіне қайнатылған ыстық күйінде капустамыз батып тұратындай етіп, толтырып құямыз. Содан соң тарелкамен жауып, үстінен тығыздап басып тұрған бойда бетін жауып, 2-3 күнге қойып қоямыз. Газы шыққаннан бастап көбіктерін алып тастап отырамыз. Бір ескертетін жайт, уксусты аздап қосыңыз. Себебі кейбіреулерге қышқыл дәм аса ұнамауы мүмкін. Күні жетіп ашып қарағанымда түрі өзгеріп, капустамыз ашып, яғни квашеный болып жеуге дайын тұр. Қалған салатты банкіге салып, тоңазытқышта немесе салқын жерде 2 аптаға жуық сақтауға болады. Капуста салатының үлкен пайдасы онда С дәруминінің мөлшері көптігінде, және онда дәрумендер мен микроэлементтер бар, яғни тәбетті, асқазанның сөл бөлуін күшейтеді, ас қорытуды жақсартады. Рецептім ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын!